региональной службы коммуникации Восточно-Казахстанской области. Бүгінгі талқылайтын тақырып Үлкен Нарын ауданының 2025 жылғы 5 айдағы әлеуметтік экономикалық дамуы. Спикеріміз таныстырып өтейін. Байрахметов Елдос Жанболатұлы, Үлкен Нарын ауданының әкімі. Қош келдіңіз, Елдос Жанболатұлы. Сөз кезегі өзіңізге. Рахмет. Қайырлы күн, құрметті брифингке қатысушылар. Бүгінгі брифингте Үлкен Нарын ауданының әлеуметтік экономикалық даму барысының жөнінде ақпарат беруге рұқсат етіңіздер. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев өз жолдауында халықтың өмір сүру сапасын жақсарту, табысын арттыру, білім мен денсаулық салаларын дамыту, сапалы мемлекеттік қызметтерге қол жеткізу және әділдікті қоғам құру басты міндеттер екенін атап өткен болатын. Президенттің осы тапсырмаларын жүзеге асыру мақсатында ауданымызда нақты жұмыстар атқарылып жатыр. Бүгінгі брифингте сол атқарылған шаралар мен алдағы жоспарлар туралы қысқаша баяндап өтемін. Әлеуметтік экономикалық даму көрсеткіштері аудан экономикасының негізгі бөлігі ауыл шаруашылығы болып табылады. Жыл басынан жалпы өнім көлемі 3,1 миллиард теңгені жетіп, өткен жылмен салыстырғанда 121%-ға артты. 6 айдың қорытындысы бойынша бұл көрсеткіш 4 миллиард теңгеден асады. Ағымдағы жылды ауыл шаруашылығы дақылдарын егіс алаңы 53 мың гектарды құрады. Бұл өткен жылғы деңгейден 4 мың гектарға артық. Оның ішінде дәнді дақылдар 17 мың гектар, майлы дақылдар 23 мың гектар және жемшөп алқаптары 13 мың гектар. Өткен жылы 118 шаруашылыққа жалпы сомасы 647 миллион теңгеге субсидия төленді. Оның ішінде 78 шаруашылыққа жаңа ауыл шаруашылығы техникасын сатып алу үшін 496 миллион теңге бөлінді. 40 шаруашылыққа минералды тыңайтқыштарды сатып алу үшін 151 миллион теңге берілді. 2025 жылы көктемгі егіске 117 шаруашылыққа 1694 тонна жеңілдетілген дизель отыны бөлінді. Бұдан басқа, ағымдағы жылы агрокредиттік корпорация арқылы Кен дала 2 бағдарламасы шеңберінде 21 ауыл шаруашылығына 526 миллион теңгеге кредиттер берілді. Ауданда ауыл аматы бағдарламасы белсенді жүзеге асырылуда. Атап айтқанда, 2024 жылы 80 миллион теңгеге ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу бағыты бойынша 7 жоба іске асырылды. Осы жылы 5 ай ішінде туризмді дамытуға және ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеуге бағыттаған 98 миллион теңге 10 жобаны қолдады. 2025 жылы 5 айда негізгі капиталға 4,7 миллиард теңге инвестиция салынды. Ал 6 айдың қорытындысы бойынша бұл көрсеткіш 4,8 миллиард теңгеге жоспарлануда. Бөлшек тауар айналымында 10 динамика бар. Биылғы жылдың 5 айының қорытындысы бойынша тауар айналымы 2 миллиард теңгені құрады. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 113% өсім бар деген сөз. Аталған көрсеткіш 6 айдың қорытындысы бойынша 2,5 миллиард теңгеге жетеді. Осы қарқыны 110% құрады. Ауданда 1171 шағын және орта кәсіпкерлік субъектілер жұмыс істеді. Өнеркәсіп өнімінің көлемі 378 миллион теңгені құрап, өсу қарқыны 110%-ға жетті. 6 айдың қорытындысы бойынша бұл көрсеткіш 683 миллион теңгені жетеді. Бұл дегеніміз 115%-ға өсті. Отопительный сезон. Одной из ключевых проблем, которая долгое время оставалась без решения, были перебои с подачей тепла в осенне-зимний период. В частности, жители были обеспокоены изношенностью центральной котельной, которая обеспечивает теплом ряд социальных объектов и жилых домов. В рамках подготовки к отопительному сезону были отремонтированы здания центральной, больничной и агроколледжа. Обновлены 6 котлов из 8 существующих, а также проведен ремонт теплосетей протяженностью 1,5 километра. Для выполнения данных работ в прошлом году были выделены средства в размере 400 миллионов тенге. Стоит отметить, что это в 10 раз больше, чем в 2023 году.
Для эффективного и качественного выполнения работ приобретена новая специальная техника. Это экскаватор-погрузчик, фронтовой погрузчик, шансиман, спецтехника для вывоза мусора, ассенизаторная машина, грейдер и трактор. В результате принятых мер и слаженной работы впервые за 6 лет температура в жилых домах наших граждан стабильно достигла 26 градусов, так как в прошлые года она не превышала отметки 17 градусов. Вместе с тем, это лишь первый шаг, впереди важная задача – полностью привести систему отопления в соответствии с техническим регламентом и нормами. В текущем году планируется начать работу по комплексной модернизации тепловых сетей протяженностью 21 км и провести текущий ремонт в центральной котельной. Второй вопрос. Дорожно-транспортная инфраструктура. Общая протяженность дорог по району составляет 282 км, из которых 80 км – это республиканского значения, 111 км – областного значения и 91 км – это районного значения. При этом асфальтированное покрытие имеется только на 205 км дорог. В текущем году планируется произвести асфальтирование на 12 улицах общей протяженностью более 10 км на сумму 422 миллиона тенге, из которых 90 миллионов тенге на сегодняшний день уже выделены, остальное планируется выделить до конца года. Это те улицы, 10 улиц, которые не были асфальтированы с независимого Казахстана, те, которые в первый раз они увидят асфальт. Поэтому в первую очередь мы полностью заасфальтируем все дороги, где есть гравийка, а потом мы уже будем существующие, которые где много. Сейчас мы же, получается, где много ямочным заходим, а остальные в будущем будем капитально заходить. В рамках программы Ауыл ел бесігі начаты работы по среднему ремонту водопропускной трубы на автомобильной дороге районного значения. Кроме того, за счет средств районного бюджета ведутся работы по ямочному ремонту в 3 селах у нас. Идет отсыпка, грейдировка в 2 селах. В 2024 году за счет областного бюджета проведен ремонт в селе Новохорозовка и Үлкен-Нарын на 154 миллиона тенге, протяженностью 3 километра всего лишь. В этом году мы в 3 раза больше отремонтируем улиц именно районного значения. Ауыз су. Халықтың сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету маңызды міндеттердің бірі. Көптеген жылдан кейін тұрғындардың өтініші бойынша Көктерек және Кішінарын ауылдарында су құбырлары салынып, ауыл халқы 100% орталықтандырған ауыз сумен қамтылды. Сонымен қатар, Үлкен-Нарын ауылында су құбырларын қайта жаңғырту жұмыстары жалғасуда. 2025-26 жылдары Алтынбел, Үштөбе, Солдатова және Көкбастау ауылдарының тұрғындарын сумен қамтамасыз ету жоспарлануда. Бұл жоспарларды іске асыру арқылы көрсетілген мерзім соңына дейін елді мекендерде орталықтандырған сумен қамту деңгейі 100%-ға жетеді. Что? Благоустройство. Значительный объем работы предстоит в сфере благоустройства. Одним из наиболее актуальных вопросов, поднимаемыми жителями, является состояние канализационных сетей в 11 многоквартирных жилых домах. На сегодняшний день начаты работы по очистке сетей и установке 5 дополнительных септиков, что позволит полностью решить данную проблему. В рамках республиканской акции «Таза Казахстан» проводится ремонт полигона твердобытовых отходов, обустраивается 15 дополнительных мусорных площадок на территории районного центра. В селе Үлкен-Нарын ведется строительство 2 детских игровых площадок. Кроме того, выполнен ремонт сквера Победы в Центральном парке. Дополнительно в настоящее время реализуются следующие мероприятия по благоустройству. Обустройство аллеи по улице Тумашинова, строительство мини-футбольного поля, реконструкция парка, ремонт 18 фасадов многоквартирных жилых домов и установка теплой автобусной остановки и проведение других видов работ. Вместе с тем, в текущем году запланирована установка уличного освещения в селах Сенное, Бесүй, Үлкен-Нарын и Солоновка. 7. Туризм. Как отметил в своем выступлении глава государства, туризм является одной из самых динамично развивающих отраслей в мире. В соответствии с поручением президента в Катонгарайском районе ведется строительство аэропорта. С учетом территориального расположения реализации данного проекта будет способствовать значительному развитию туризма и в нашем районе, так как наряду с сельским хозяйством наш район имеет большой потенциал для развития лечебно-оздоровительного, экологического и спортивного туризма. В настоящее время функционирует у нас 6 объектов туризма.
Ожидается, что новая транспортная инфраструктура обеспечит удобное сообщение и повысит привлекательность территории для туристов, что положительно скажется на социально-экономическом развитии. Кроме того, один из ведущих предпринимателей страны планирует построить у нас большую базу отдыха в селе Свинчатка. Наряду с этим в целях развития туристической отрасли района и приданию архитектурного облика в текущем году планируется ряд мероприятий. Это обустройство пляжной зоны в селе Приморск, обустройство въездных групп района, а также благоустройство территории туристического информационного центра. Особое внимание уделяется вопросам социального блока, связанным с улучшением условий и качества жизни населения. Образование – основа государства, основа будущего страны. В районе функционирует 16 общеобразовательных учреждений, из которых в прошлом году отремонтированы 6 школ. В текущем году запланирован ремонт Синновской школы, строительство спортивного зала Кукбастау и ремонт школы в селе Жулдус. Следует отметить, что эта школа является единственным Кукбастау. Школа – это единственная школа у нас в районе, у которой нет спортивного зала. В связи с этим зимой детям тяжело заниматься спортом, потому что нету спортзала. Здравоохранение. В здравоохранении района активно внедряются инновационные технологии профилактики, диагностики и лечения заболеваний. В рамках проекта «Здоровая нация» в прошлом году приобретен компьютерный томограф и необходимо к нему оборудование на сумму 467 миллионов тенге и аппарат для холтеровского мониторирования. В текущем году планируется закупить передвижной рентгенно-маммографический комплекс и цифровой маммограф. В рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» построили в прошлом году, а в текущем году построили медицинский пункт в селе Майемир, оснащенный современной медицинской техникой и оборудованием. На сегодняшний день имеется сметная документация на строительство здания медицинского пункта в селе Новохорезовка. Одной из важных задач является открытие отдельной ранней реабилитации для детей с ограниченными возможностями в здании районной больницы при сотрудничестве с фондом Камкорлык. Новый центр будет предоставлять реабилитационную помощь не только жителям нашего района, но и близлежащих районов. Это Алтай, Катон-Карагай, Курчум и Самар. В настоящее время имеется проектно-сметная документация. Следует отметить, что реализация данного проекта позволит создать мультипликативный эффект, способствующий повышению спроса в сфере услуг, это как гостиницы, кафе и так далее. Ауданымыздың әлеуметтік экономикалық тұрақты дамуда, ауыл шаруашылығы, туризм, кәсіпкерлік және инфрақұрылымды дамыту барлығы тұрғындардың өмір сапасын жақсартуға бағытталған. Біз бұл жұмысты алдағы уақытта да жүйелі түрде жалғастырамыз. Спасибо за внимание. Игорь Муратович, благодарим за предоставленную информацию. Коллеги, переходим к сессии вопросов. Напомню о регламенте. Каждый журналист может задать до 2 вопросов. Әріптестер сұрақ жауап бөліміне көшеміз. Регламентке сәйкес тақырып аясында 2 сұрақтан қоюыңызға болады. Қоя беріңіздер. Бұқара сайты, мен сізге 2 сұрағым бар. Біріншісі, былтыр күзде өскемендер премьер-министр орынбасары Тамара Дүйсенбекова білім саласына қатысты бірнеше статистика ұсынған болатын. Соған сәйкес үлкен нары мен Катон-Карагай аудандарын қоса алғанда мұғалімдердің 59,8% біліктіліктен өтпеген. Осыған байланысты сіздің ойыңызша не жетіспейді? Мүмкін маман тапшы шығар. Қазіргі уақытта маман бізде мұғалім бойынша бос орындар жоқ. Мәселе айтайын. Себебі қазіргі таңда мұғалімдердің жалақылары өте жақсы деп ойлаймыз. Оны өздеріңіз білесіндей, 2-3 жыл бұрын мұғалімдердің жалақысын 2-3 есе көбейтті. Сондықтан мұғалімдермен бүгінгі тапшылық жоқ. Бізде бүгінгі таңда медицина саласында бар 2-3 дәрігер бізде жетпейді. Біз ол дәрігерлерді өзімізге колледждерге барып және басқа жәрмеңкеге барып шақырамыз. Біз аудан жағынан өзіміз оларға баспана берілеміз, егер керемдегенге. Көтермелі ақша ауданнан берілеміз, республикан беріледі және облыстан беріледі. Сондықтан мұғаліммен бізде сіз айтқандай ешқандай проблема жоқ, мәселе жоқ. Тек қана қазір бізде 3 дәрігер жетіспейді. Екінші сұрақ, ауыл шаруашылығы басқармасының басшысы Ажар Қажыбекова облыс әкімдігінде өткен жиындардың бірінде егістікке қатысты ақпарат ұсынған болатын. Сонда барлық дерлік ауданда ескі ауыл шаруашылығы техникалары тізімнен шығарылуы керек деп айтқан.
Үлкен Нарын ауданында ескі трактор, комбайндарды тізімнен шығару жұмыстары қалай жүргізіліп жатыр? Рахмет сұрағыңызға. Иә, біз де бұған өте қатты мән береміз. Себебі статистикаға көрсетсек, бізде техника жеткілікті болып саналады да, даже жеткілікті, одан асып тұрған сақылды. Сондықтан осы жылдан бастап біз онымен қатты өзім назарыма алдым. Оған тиісті маманды алдық. Сол техникамен шығарып айналысатын. Бағана айтып кеткенде, біз былтыр ғана 496 миллион теңгеге жаңа техника алдық. Осы жылы 700 миллион теңгеге жаңа техника ұлғайтуға несиелер беріліп жатыр. Бұл деген бүгінгі таңда техниканы дұрыс болғаны және инновациондық техникалар арқылы көбірек неме алуға болады. Егістік жақсы шығады. Бізде былтырғы жылы орташа егістік 1 гектардан 30 центнерге жетті. Ол дегеніміз ол жаңа техниканың арқасында сондай біз дәрежеге жеттік. Және де былтырғы жылы өзіңіз білетіндей ауыл шаруашылығы именно өсімдік жағы жақсы, ауа райының қалыптасуына байланысты жақсы шықты. Осы жылда одан кем демеген кезде кем емес аламыз деп үміттеніп отырмыз. Рахмет. Келесі бізде әріптесіміз Әділхан Есмахановтан сұрақ келіп түсті тікелей эфирде. Аудан көлемінде қай ауылдарға жабылу қаупі төніп тұр? Жергілікті жұрт тұрақтап қалуы үшін қандай жұмыстар жүргізіліп жатыр? Рахмет сұрақ үшін. Иә, бұл өте күрделі сұрақ. Өзіңіз білетіңіздей, бүгінгі таңда біз былтыр бізде 21 ауыл болды. Былтыр біз бір ауылды жаптық. Құндыз деген ауыл бізде жабылды. Онда бірақ кісі тұрған, былтыр ол көшіп кетті. Совет өкіметі кезінде ол жерде 3 қабатты мектеп болған. Қаншама кісі тұрған, егер 3 қабатты мектеп болса, қаншама бала оқыған. Бүгінгі таңда бізде 20 ауыл қалды. Бірақ осы жақын арада, жақын бірнеше жылда ешқайсы ауыл жабылмайды деп үміттенеміз. Себебі халық санына байланысты бәрі өздері білесіздер. Ол жұмыс істету үшін бізде кішігірім ауылдарда мектептеріміз үлкен, бала саны аз болып тұр. Сол ауылды жаппау үшін мектептерді ұстап отырмыз. Ең бастысы себебі ауылда халықтың жұмыс істейтін тек қана мектепте істейді. Өз білесіздер. Сондықтан кейбір мектептер бар бізде 18-20 бала оқиды. Кейбір 9 класты мектептер, кейбір сыныптар онда да жоқ. Енді ата-ананың не істегісі келеді? Баласы басқа балалармен сөйлескісі келеді, сол үшін орталыққа ауыстырғысы келеді. Бірақ біз ол кісілерді сонда жұмыс беріп мектепте, және де басқа мына оңтүстікте жатқан кісілерді өзімізге көшіру үшін барлық жұмыстар істеп жатырмыз. Біз әр ауылда, кішкентай ауылдарда біздің спонсорлар арқылы үйлер сатып алдық. Ол үйлерге олар жөндеу жұмыстарын жасап берді. Бұл үйлер дайын бізге. Сол егер көшіп келем деген оңтүстіктен кісілер болса, біз оларды да көшіріп қоныстыруға дайынбыз. Өз әкімшілік тарапынан қандай көмек керек басында, соған жас көмектесуге дайынбыз. Сондықтан сондай жұмыстар істеп отырмыз. Рахмет. Сұрақтарыңыз бар ма? Жаңағы сұрақты нақтылай кетейінші, жалпы сіздерге көрсетесіз Қатон-Қарағай ауданында халық саны бір жылда 337-ге азайған. Жалпы үлкен Нарын ауданында қазір халықтың көші-қон мәселесі қандай және жалпы қанша халық тұрады, сол туралы айтып өтсеңіз, одан өтеміз. Рахмет. Халық саны бүгінгі түнде аудан бойынша бізде 11 мың. Демография бойынша бізде былтыр 56 адам кетіп қалды ауданнан. Егер миграция бойынша енді жастарды білесіздер ғой, қазіргі күнде бәрі оқуға орталыққа келеді, Өскеменге қалып қалады. Өскеменнен Астанаға барады, оқып, сонда да қалып қалады. Сондықтан оны кетпеу үшін барлық жұмыстар істеп жатырмыз. Енді жолдар жұмыс істеп жатырмыз. Орталықтандырылған су жасап жатырмыз. Орталықтандырылған жылы су бар бізде қыста. Және благоустройство туралы айттым, парктер салып жатырмыз. Себебі біз ауданымыз ашылғаннан көп болған жоқ қой. Мен келген кезде өзім жаспыз ғой енді. Келген кезде ата-анасына баласымен парк жоқ, көрдіңіз бе? Баламен анасы не істейді? Паркке бару керек, коляскамен жүру. Сол үшін сондай жерлерді егер біз етсек, салсақ, сонда халықты
сол ауылдан көшпейді деп, сол үшін сондай бүкіл барлық нәрселер істеу керек та, условия надо создать для того, чтобы население не переезжало. В первую очередь это молодежь. Екінші сұрақ, жаңа айттыңыз ғой, үйлер сатып алып жатырмыз деп. Ал жалпы ауданда бір қабатты шығыс бағдарламасымен салынып жатқан үйлерге тоқтала кетесіз. Қанша метр жалпы бұған дейін ауданда бір қабатты шығыс бағдарламасымен салынған үйлерге сын айтылды ғой, төбесінен су ағады, қабырғалар гүл жаққа шығады. Сол мәселе қалай шешілді? Рахмет. Былтыр біз 24 пәтер салдық бір қабатты шығыспен. Бүгінгі таңда бізде кезекте көп балалы аналар жоқ, және де үлкен жанұялар жоқ. Бүгінгі таңда бізде үйлер бар, бір 10 шақты үйіміз бар, бос. Бірақ заң бойынша бұл үйлерге олар 65 шаршы метр. Ол үйге дегеніміз рұқсат бергенге 3-4 адам тұру керек. Бүгінгі таңда бізде кезекте 167 адам тұр. Олар категориялы жетім балалар, толық емес семья, бір-екі кісі ғана. Сондықтан біз олар бере алмай жатырмыз. Осы жылы жоспарлау бойынша біз 2 қабатты, 2 этажды үй салайық деп ойлағанбыз. Кішкентай шағын пәтерлермен. Және оны орталық қазандыққа қосып, соны істейміз деп ойлағанбыз. Өкінішке бүгін осы жылы енді қаражатқа жетпеу үшін ол жоспар келесі жылға шегерілді. Бірақ осы жылы біз 4 үй салып жатырмыз. Бірақ олардың да 65 шаршы метр. Оларға да келмейді, көрдіңіз бе? Бұл республикадан түсірілген көп балалы аналарға 85 беріледі, 65 сол басқа другие слои населения дейді ғой, соларға беріледі. Және ауылда үйлерді біз алып жатқан жоқпыз, оны біздің спонсорлар алып жатыр. Бір қабатты шығыспен біз өзіміз саламыз, мемлекет. Үйлерден алып жатқан ол спонсор болады. Бәріне жауап бердім ме? Сапасы, рахмет, ұмытып кеттім. Сапасы бойынша сіз көрілесіз, біз оны салғанымыз басқа аудан, бізде облицовочный кірпіштен салдық, қызылын. Егер инстаграмнан немесе интернеттен қарасаңыз, бізге былтыр ең жақсы үй болып салынды облыс бойынша. Гарантия беріледі ғой, мысалы қандай да бір ақау шықса? 5 жылда гарантия береді ғой, әрине. Бізде облицовочный кирпич немесін крышасын металл черепицтен жасадық. Біз оған өз ауданымыздан бойынша тағы әр шаршы метрге 20 мыңнан қостық өзіміздің тарапынан. Себебі сапалы үй салу үшін 240 мыңнан берілді, біз 260 мыңға дейін көтердік оны. Себебі бізде логистика бар ғой. 240 километр қаладан. Егер келем десеңіз келіп кетіңіздер, мен сізге көрсетем ол үйлерді, тұрған халықтың бәрін. Рахмет. Коллеги, есть вопрос? Да, қоя беріңіздер. Үлкен Нарын ауданында бассейн құрылысының жетіп жатқанына 6 жыл уақыт болыпты. Сол қашан халық игілігіне беріледі? Оны айта кетсеңіз. Рахмет сұрағыңызға. Енді бұл нысанды құрылыс басқармасы бастаған, ол біздің құзыретіміз емес, бірақ мен сізге оның жауап берейін. Бұл енді көптен күтіп жүрген біздің ғимаратымыз енді ауылда. Өзім ауылда тұрғаннан кейін қыста да барып сол халықпен бірге суға түсемесек, суға түсетін жер жоқ. Соны уже 6 жыл деп дұрыс айттыңыз. Ақырғы былтыр олар қараша айында келді, ғимараттың жарысын жапты, бірақ одан кейін қайтадан тұрып қалды. Анаптыда бізде жиналыс болды, бүкіл құзыретті органдармен. Осы жақын уақытта жаңа мердігер келетін болады. Сол мердігер бітіріп береді. Енді уақыт бойынша енді жылдың аяғына дейін деп айта алмаймыз. Біз келесі жылды 1 жыл ішінде бітіреді деп үміттенеміз. Жаңа мердігер жылда, себебі 6 жылда бір мердігер тұрды. Бұндай мәселе бізде және Марқакөл ауылда бар. 2 ауылда бассейніміз. Рахмет. Әріптестер, осымен баспасөз мәслихатымыз өз мәресіне жетті. Назарларыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.